біз тәуелсіздік алғаннан кейін бізде жаңағындай денеміз, тәніміз, көңіл қалауымыз, спорттың қай түрімен айналасам десең айналысасың, саудамен айналыссаң болады. Міне, әйтеуір денемен байланысты, дүниемен байланысты тұрғыдан тәуелсіздік алғанмен санаңды Құдайдың алдына барып бүйтіп тапсырмадың әлі. Раббым, мен сені кімін деген мағына. Міне осы саналарды азат ету үшін Алла Тағала Құранды түсіріп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жіберіп отыр ғой. Көрдіңіз бе? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жіберіп отыр. Ол халықты сондай ескі имандағы халық еді ол. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағала айтқан кезде оларға: "Құл", айтты пайғамбар оларға: "Мән ярзуқукум минас самаи вал ард". Пайғамбар айтшы оларға: "Кім сендерді көктер мен жерден ризықтандырып жатқан? Кім сендердің көру қабілеттерің мен есту қабілеттеріңнің иесі? Кім өліден тіріні шығаратын, тіріден өліні шығаратын? Кім жалпы қорыта келгенде юдаббирул амр, күллі істі басқаратын көктер мен жердің арасындағы?" Фасаяқулун Алла. Сол кезде олар айтады: "Алла" деп. Көрдіңіз ба? Алла бар. Алла тек дүниені сұрау үшін ғана керек. Басқа уақытта Алламен ешқандай байланыс жоқ. Қайта тірілтетіні, өлімнен кейін қайта тірілу, Алланың алдына бару деген. Сол секілді мынандай Құдаймен байланысқан істе де ескі иманның өкілдерін тартамайсыз көмекке. Қанша шақырсаңыз да ол жаңағы сөздерін айтады, өздеріңіз білетін. Завод салмай ма, анау салмай ма, дүниеден асамайды. Залика маблағуху минал илми. Барлық жеткен ғылым, білім деген ұғым оларда осы дүниемен ғана шектелген. Вахум анил ахирати хум ғофилун. Ахиреттен таза бейқам дейді. Сол үшін шын иман деген нәрсе, қазір бізде мынандай нәрселер де болып жатыр. Тәңіршілдер ескі иманның қамқорлыққа алынбағаннан кейінгі шыққан туындысы шайтанның азғыруымен әлі де неше түрлі нәрселер шығуы мүмкін, ықтимал. Кепілдік жоқ. Қаншалаған қазақ біз білмейміз. Қазір осы жерде мына санды көріп отырмыз. Тура осындай қазақтың саны бар. Кришнаиттердің мектебінде жүр. Тура осындай қазақтың саны бар. Тақия мен шапанын киіп баптист болып жүр. Ол да, көрдіңіз ба? Біз бұны біліммен қамтып, қамқорлыққа алып үлгермей жатырық. Өзіміз енді ғана сапқа тұрып жатырық мына тура жолдың. Білім ғылымның өзінің жөнін үйреніп дегендей. Сондықтан біз жаңағы тәуелсіздіктерді алып жатқан кезде Алла Тағала жаңағы өзіңіз мына естіп жатқан Нұр Мүбарактың жерін таңдап қойған. Сол кездегі екі президенттің көңілдеріне сала салды, көкейлеріне. Ол екеуі де Нұр Мүбарак деп әйтеуір екеуінің аттары Құранның атына ұқсас болғаннан кейін сипатына. Нұр және Мүбарак. Сол университет, сол оның орнына дейін таңдаған Алла. Ешкім қатысқан жоқ о жерде. Жаңағы адамдарды пайдаланып. Керемет төрге көтеріп қойды ғой Алла Тағала. Керемет төрге көтеріп қойды. Ар жағында Казгу деген нәрсе төменде қалып қалды. Өзіңіз ойлаңыз. Дүрілдеп тұрған. Казгуге рух берсін деп. Кез келген дүнияуи пән өзінің лайықты мақсатында жұмыс істемейді. Оған Құран деген рух кірмейінше. Сондықтан қазір сондай біреулер айтады: бұл алаштықтар, бұлардың Алламен ешқандай байланысы болмаған дінмен, бұлар тек қана ұлт деген нәрсені. Сөйтіп бізді басқа бір ойларға әкетпекші. Ахмет Байтұрсынов атамыз жаңағы кеңес дәуіріндегі кеңестік билікті пайғамбарымыздың заманындағы ләт пен манат мүсіндеріне теңеген. Сонда Ахмет Байтұрсынов ағамыз айтады: ұмытпа Құдайды да, Құранды да. Кіммен байланысты болған адам екен? Ұмытпа Құдайды да, Құранды да. Бас ұрма ләт, мәнат ағашына. Ләт, мәнат ағашы пайғамбарымыздың заманында мүсіндердің атауы болса, кейінгі замандарда ол мүсінге табындырмайды сізді. Бір жалған идеологияны сізге алып келіп, санаңызға орнатады, сол сіздің құдайыңыз болады, болды.
Сіз басқаша ойланамайсыз. Сол идеологияның жолында қаншалаған еңбектер жасадық біз 70-80 жыл бойы. Небір терлерді төктік. Қараңыз. Енді Құдай тағала бізге, енді дәл соны мен үшін орындап берші деген кезеңде әкеп отыр ғой қазір. Кезінде Сталиннен қорыққаныңда ауыстырдым мен, міне. Сенің жеңілгеніңді білдім, қазақ халқы. Сен жеңілдің. Алдымда сендерге тәуелсіздікті бердім, Израиль ұрпақтарына бергендей. Мұсылман деген атың қалды. Иманың тозды. Ақыретпен түк байланысың жоқ. Сол кезде осы алаштықтардың өзінің жаңағы сөздерді айтып, оятуда қай жаққа оятады, соны түсінуі керекпіз ғой бірінші. Отарланған құлдық санадан шын иманға қарай ояту. Сан бір жақты қараңыз. Құдайды да, Құранды да сүймейміз. Сүю бар ма, жоқ па? Қазіргі халықта Құран мен Құдайды сүю бар ма, жоқ па? Кім оятады бұны? Кім болған оятатын адамдарын жасайды? Жаңағы университетті айтып отырғаным. Кім оятатын адамдарды жасайды? Кім жаңағы сүюдің жолындағы Абайдың мына сөзін кім орындайды болашақта? Сол адамдарын жасау керек. Мысалы, Абайдың мына сөзі: махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті деп отыр. Осы адамды жасау керек осылай сүйетін. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Түгеліне жақсылықтан басқа нәрсе мен қаламайым. Зиянға халқымды қимайым. Шетелдің ешбір жалған ой пікіріне, қылығына қимайым қазақты. Қалай қиям мен бұл халықты? Кім ол азаматтарды жасайды? Кім тәрбиелейді? Кім қандарына сіңгізеді осы нәрсені? Шын мәнінде Құдайға берілген қазақ деген бес әріптің, Құран деген бес әріпке байланған халықты кім жасайды? Болашақты Құдайға тапсырып қоямыз ба біз? Біз жаңағы Міржақып атамыздың айтып отқан сөзінен әлі асқан жоқпыз. Ол кісі айтады: Құранды да, Құдайды да сүймейміз. Сонда не бар біздің санамызда? Десек, сұлу көрсек, оңашаға сүйрейміз. Қара, тәннің тәуелсіздігі. Санаң Құдайдікі болмағаннан кейін, Құдайға құл болмағаннан кейін, санаң ана қызды ойлап баратыр ғой. Қара, сұлу көрсек, оңашаға сүйрейміз. Біз құтылдық па бұл нәрседен? Құдай осыдан құтқарғысы келеді. Қыздың артынан мен кетіп баратқаннан кейін, ненің құлымын мен, өзің ойла. Ненің құлымын? Кешегі Абылай ханның тарихы, кешегі қырылған қазақтар дұшпанның жолында, мысалы, соларды тоқтатамыз деп. Сонда менің мына қыздың артынан кетіп баратуым үшін жасап кеткен бе мына жерде? Енді мен осындай санада болсам, менен кейінгі буын қандай санада болады деп тұрсыз сіз? Құдай өзі жасайды дейсіз ба? Алла тағала сіздің еңбегіңізді күтіп отыр. Құдайды да, Құранды да сүймейміз, сұлу көрсек оңашаға сүйрейміз, жыртаң қалжың айтып күлеміз. Әлеуметтік желінің бәрі осы емес пе? Дизлайк пен лайктан басқа түк үйренген жоқпыз біз. Бар бітіріп жатқан нәрсеміз сол да. Тыртың тойды көрсек билейміз дейді. Міне қазақтың мінездемесі. Резюмең, қай жұмысқа жарайсың, айтшы? Міржақып атаңның беріп кеткен резюмесі. Сондықтан Алла бұл Құранды түсіргеннен кейін, бұл өте үлкен еңбек. Бұл Құран әлемді қопару үшін түскен Құран. Күллі жердің бетіндегі саналарды өзіне қарай, Аллаға қарай азат етуге келген Құран. Сахабаларда сондай сөз болған. Құлдарға деген құлдықтан, құлдардың қожайыны болған Аллаға деген құлдыққа қарай шығаруға келген біз дегендей. Тәуелсіз. Қазақ деген ұғымның өзін қазір зерттеп айтып жатыр. Кезінде қыпшақтар қолданған сөз деп. Тәуелсіз. Күллі нәрседен арылған, мұжаррат. Аллаға берілу үшін оған қайшы келген нәрсенің бәрінен арылу керексің.
арылмасаң толыққанда Аллаға адал бола алмаймыз біз. Бәлкім болашақ буын бізден 10 есе, 100 есе мықты болар. Болашақтың ғалымдары да, ұстаздары да біздер сияқты емес. Бәлкім жарқыраған керемет нәрсе болар, сана деген зор. Жау шабатын болса, саптың алдында тұратын ғалымдар болар. Саптың бірінші сабында тұрған сопылар болмаса, ол қандай сопы ол? Сопы деген Құдаймен жолыққысы келіп жүрген адам. Сол секілді бұл университет қазіргі күні өзіміздің Құдай деген жүрегі Құдай деп соққан ұл қыздар сол жаққа келіп оқып жататын кезде. Олар да білмейді, оларда не күтіп тұрғанын. Ертең қайсысы өзінің бір ғалым болып шығатынын да білмейді. Қандай бір үлкен қызын, бірақ біз қамтып сол нәрсені Алладан тілеп, шіркін-ай, осы жерде қазір біз биыл 1000 баланы қабылдаған болсақ, ішінен бір дүрілдеген бір 100 ғалым шықса екен, ертеңгі ие болатын мына халыққа. Сондықтан Алла Тағала Құранды түсіргенде сіз ойлаңыз, күллі пәндер осы Құраннан, Құранға қарай қайтатын пәндер болғанмен, Құран деген кітабыңыз сіздің, мен айтайын, бұл сондай мінезі әкелген. Жердің бетінде жоқ ол ешбір бетте бұл мінез. Бұл ақиқатта келген. Қараңызшы, бәл нақзифу бил хаққи алал батили. Ей адам баласы, біз бұл ақиқатты Мұхаммед пайғамбар арқылы сөйлетеміз де жаңағы аятта. Сол ақиқатпен сенің санаңда тұрған жалғанды бір соғамызда парша-паршасын шығарамыз. Сондағы Алла Тағаланың сананы ең әуелі тәуелсіз ету. Содан кейін сол санаға қызмет жасаған тән болады, мұны ойлаңыз. Рух,